Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымыз, алдыңғы сабағымыздың жалғасы, яғни сарафанымыздың жоғарғы бөлігін тоқып үйренетін боламыз. Видеоны қарамас бұрын достар, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Неге тоқимыз енді? Міне, менде мына маркер 10 петляға белгіленген, яғни мына жерде 10 петляға. Мен мына жерден маркердің алдына петлядан бастаймын. Жібімді іліп аламын осыған. Енді столбик снайкетімен тоқып шығамыз. Яғни 39 столбик снайкетім. Әрбір петляға бір столбик снайкетімнен 39 столбик снайкетім тоқимыз. Мына маркерге дейін тоқып шығамыз. Мен тоқып алдым. Енді келесі қатар тоқимыз. Ол үшін 2 воздушный петля тоқимыз. Өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Енді әрбір петляға бір столбик снайкетімнен тоқитын боламыз. Яғни 39 столбик снайкетім тоқимыз. Осылайша әрбір петляға бір столбик снайкетімнен тоқимыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неге қатар тоқып алдық, енді келесі қатар тоқимыз. Ол үшін 2 воздушный петля өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Енді попкорн қатарын тоқитын боламыз. Попкорн қатарды 12 столбик снайкетім тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбик снайкетім, 13 петляға 6 столбик снайкетім тоқимыз. 3, 4, 5, 6. Бірінші петляға бітіреміз. Ары қарай тағы да 12 столбик снайкетім, 13 петляға попкорн. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбик снайкетім, 13 петляға 6 столбик снайкетім тоқимыз. 4, 5, 6. Бірінші петлямен біріктіреміз.
Енді қалған петлялар тоқимыз. Яғни бізде 13 петля қалды. 13 петляны столбик с накидімен тоқимыз. Тоқып шығайық. Некемен қатарды соңына дейін тоқып алдым. Енді келесі 3 қатарда біздер столбик с накидімен тоқитын боламыз. Яғни әрбір петляға бір столбик с накидімен тоқимыз. Неке біздің попкорн тоқылған қатарымыз. Егер де сіздерде попкорн екеу тоқылмай жатқан болса, яғни сіздердің петля сандарыңыз басқа болып, екі попкорн шықпай жатқан болатын болса, сіздер маңызды емес әрбір 13-ші петляға тоқу попкорнды кез келген тақ санға тоқсаңыздар болады. Яғни 13 емес, 15, 17, 19 деген секілді, немесе 11 деген секілді. Бастысы бізде бірінші қатарында екі попкорн тоқылу қажет. Егер түсінбей жатқан болсаңыздар, комментария қалдырыңыздар. Енді осы попкорн узорын тоқып алдық, бір попкорн қатарын тоқып алдық. Енді келесі 3 қатар столбик с накидімен тоқып аламыз. Сонан кейін ары қарай бірге тоқитын боламыз. Өзіміз тоқып алайық 3 қатарды. Неге 3 қатар тоқып алдық? Енді келесі қатар тоқимыз. Яғни келесі қатар бізде попкорн қатар, екі воздушный петля өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Енді біздер 3 попкорн тоқитын боламыз. Яғни біздер 3 попкорн тоқу үшін 6 столбик с накидім тоқимыз бірінші. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик с накидім. Жетіншісіне попкорн. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик с накидім бірінші петляға біріктіреміз. Енді келесі попкорнның арасы 12 столбик с накидім болады. Біреу, екеу, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 столбик с накидім. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13-шісіне попкорн тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик с накидім. Бірінші петляға біріктіреміз. Енді 12 столбик с накидім тоқимыз да попкорн тоқимыз. Онан кейін бізде соңында 6 столбик с накидім қалады. Өзіміз тоқып шығайық. Неке тоқып алдық. Неке 3 попкорн бізде болды. Басында 6 столбик, онан кейін попкорн, онан кейін 12 столбик, онан кейін попкорн, онан кейін 12 столбик попкорн, және 6 столбик. Енді келесі 3 қатарды столбик с накидімен тоқитын боламыз. Яғни әрбір петляға бір столбик с накидімен 3 қатар тоқитын боламыз. Өзіміз тоқып шығайық.
Неке мен 3 қатар тоқып алдым. Енді келесі қатарда біз попкорн қатарын тоқитын боламыз. Яғни 2 попкорн тоқылатын қатар. Онан кейін 3 қатар столбик сынайгедім мен. Онан кейін мына 3 попкорн тоқылатын қатар. Солай бірнеше қатар тоқитын боламыз. Қазір мен тоқып алайын. Сонан кейін сіздерге қанша қатар тоққанымды айтамын. Неке мен қатар тоқып алдым. Менде попкорн қатары 4 қатар болды. Және сантиметр 13 сантиметр болды. Енді мына жерге лямка тоқитын боламыз. Ол үшін 2 воздушный петля өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Енді 9 столбик, полустолбик тоқитын боламыз. Полустолбик сынайгедім. 2 воздушный петля бұл бізде 1 полустолбик, онан кейін екінші, үшінші, 4, 5, 6, 7, 8, 9 полустолбик. 1 воздушный петля өзімізге қаратып айналдырып аламыз қайтадан. Бірінші петлядан бастап полустолбик тоқимыз. Яғни 9 полустолбик сынайгедім. Неке. Осылайша бірнеше қатар тоқитын боламыз. Неке. 9 полустолбик. Онан кейін қайтадан кері қарай айналдырып алып, тағы 9 полустолбик тоқимыз. Неке осылайша бірнеше қатар тоқитын боламыз. Бірнеше қатар тоқимыз. Неке. Бірнеше қатар тоқимыз. Онан кейін мына жағына да тоқитын боламыз. Тура осылай етіп. Сонан кейін артқы бөлігіне де мынадай етіп тоқитын боламыз. Тура осылай тоқимыз. Және де осындай лямканы да тоқитын боламыз. Екі жағына да. Соның барлығын өзіміз тоқып алайық. Неке мен барлығын тоқып алдым. Яғни артқы бөлігін және де мынандай лямкасын тоқып алдым. Менде лямкаде 8 қатар сантиметрі 5,5 сантиметр. 5,5 сантиметр болды. Сонан кейін бір жағын столбик безнекедемен біріктіріп алдым. Мына жағында тура солай біріктіретін боламыз. Неке мен жібімді іліп алдым. Онан кейін петлядан аламыз. Мына бетіндегі петлядан, келесі бетіндегі петлядан аламыз. Столбик без накида. Яғни столбик без накидамен біріктіретін боламыз. Теріс бетінен біріктіреміз. Осылайша біріктіріп шығамыз. Яғни 9 петляны біріктіреміз.
соңғы петля. Соңғы петляға 2 столбик безнекейді тоқып жібереміз. Енді жібімізді қиып, түйеміз және мына жіпті жасырып тастаймыз. Артық жіптерін барлығын жасырып қоямыз. Неке біздің сарафанымыз почти дайын. Енді тек біздер мына 2 қолын тоқуымыз қажет. Ол үшін бірінші столбик безнекедамен тоқып шығамыз мына аралықты. Мына аралықты тоқып шығамыз. Неке жібімізді іліп алдық. Енді мына бірінші столбик, екінші столбик, үшінші столбик болып есептеледі. Яғни біздер бірінші столбикке 2 столбик безнекейді тоқимыз. Екіншісіне 1 столбик безнекейді тоқимыз. Үшіншісіне 2 столбик. Төртіншісіне 1 столбик безнекейді. Неке осылайша айналдыра мына шетке дейін тоқып шығатын боламыз. Тоқып шығайық өзіміз. Мына жақтың столбик санын жаттап алыңыздар. Яғни неше столбик тоқыдыңыздар, столбик безнекейді тоқыңыздар, соны жаттап аласыздар. Естеріңізде сақтап алыңыздар. То есть мына жағына да, екінші жағына да тура сондай етіп тоқисыздар. Яғни екі жағындағы петля саны бірдей болу керек столбик безнекейден обвязка жасаған кезде. Ал мынаны біздер айналдыра тоқып шығайық енді. Мінекей мен тоқып алдым. Столбик безнекейден енді келесі қатар тоқитын боламыз. Ол үшін 3 воздушный петля. Осы петляға столбик с накидом тоқимыз. Біреу және осы жерге тағы екіншісін тоқимыз. Сонда бізде бір петляда 3 столбик с накидом. Келесі петляға да тура солай тоқимыз, яғни 3 столбик с накидом тоқимыз. 2, 3. Келесі петляға да солай тоқимыз, 3 столбик с накидом. Яғни бұл қатарда біздер әрбір петляға 3 столбик с накидом тоқимыз. Әрбір петляға 3 столбик с накидом. 2, 3, 1, 2, 3, 2. Осылайша қатарды айналдыра тоқып шығамыз. Әрбір петляға 3 столбик с накидымнан. Онан кейін 3 қатар, онан кейін тағы да 3 қатар, әрбір петляға 1 столбик с накидым тоқитын боламыз. Осы қатар тоқып шығамыз. Осындай етіп, әрбір петляға 3 столбик с накидымнен. Онан кейін тағы да 3 қатар тоқимыз. Сонда бізде мына қатармен қосқанда 4 қатар болады. Осыдан кейін қатарды, екінші қатар, үшінші қатар және төртінші қатарда әрбір петляға 1 столбик с накидымнан тоқитын боламыз. Солайша тоқып шығамыз, яғни осы жағын тоқитын боламыз және келесі бетін тоқитын боламыз. Өзіміз тоқып шығайық. Мінекей мен екі жағында тоқып алдым. Онан кейін мойнына, етегіне тоққандай етіп обвязка жасап шықтым пикомен. Онан кейін мінекей беліне осындай шнурочек тоқыдым. Бусинканы өткізіп қойдым. Сонан кейін беліне өткіздім. Сонымен біздің сарафанымыз дайын. Достар, сіздерге видео сабақ ұнады деген ойдамын. Егер де видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар,
видеоға міндетті түрде лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, комментария қалдырыңыздар. Ең бастысы, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бірге Алла бұйырса көптеген тоқыма бұйымдарын тоқып үйренетін боламыз. Сондықтан менің каналыма міндетті түрде тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыздар. Келесі сабақтарымызда кездескенше сау болыңыздар.